Шавкат Мирзиёев өткен хапте Россияға барды. Қарақалпақстанда балаларды гепатит А кеселігіне қарсы вакцинациялау үшін 8 миллиард сом қаржы ажыратылды. Ел қалада жаңа мектеп пайдалануға тапсырылды. Ассалаумалейкум. Өткен хаптедегі ахметлі хабарларды жарату мақсатында біз хапте дайджестін баслаймыз. Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев амели сапарменен 4-5 июнь күндері Санкт-Петербург қаласында болды. Санкт-Петербург қаласында амели сапар шеңберінде Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев һәм Россия Федерациясы президенті Владимир Путиннің ұшырасуы болып өтті. Өзбекстан һәм Россия кең көлемді стратегиялық шеріклік һәм ауқымластық қатынастықтарын және де кеңейту һәм бекемдеу мәселелері додаланды. Сауда-экономикалық біргелесу жедел рауажланып атырғаны да айрықша атап өтілді. Жыл басынан берлі товар алмасу көлемі 20%-ке артты. Товар алмасудағы қазіргі пәтлерді сақлап қалу, кооперация жойбарларын жеделестіру һәм аймақлық дәрежедегі жедел байланысларды давам еттіру ахметлі екені атап өтілді. Шавкат Мирзиёев һәм Владимир Путин Өзбекстандағы атом электр станциясы құрылысына старт берді. Women in Tourism 2026 үшінші халықаралық форумы Нөкіс қаласында болып өтті. Осы жылдың 4-5 июнь күндері Нөкіс қаласындағы Аққу комплексінде жайласқан көп миллетлі халқымыздың достық символына айланған. Қара үйде орайлық Азия іспелермелерінің туризм тарауындағы Women in Tourism 2026 үшінші орайлық Азия форумы болып өтті. Онда Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығының орынбасары Раджапбай Копалбекович Нуразизов сөзге шығып, форумның ашылуына себебінен қызған құттықтады. Атап өтілгендей, бүгінгі күнде ішкі һәм сыртқы туризмді рауажландыру, еліміздің туристік потенциалын арттыру, іспелермелер һәм бұл бағдарда жұмсалып барып атырған аял қызларды қар тәріплеме қолып қуатлау, тарауға инвестицияларды кеңінен тарту һәм туристердің қауіпсіздігін тәмінлеу бойынша кең көлемлі лажлар әмелге асырылмақта. Сонда айрықша атап өту керек, бүгін орайлық Азия елдері қатарында регионымыздың да туризм потенциалы артып, меймандарда үлкен қызығушылық оятпақта. Бұнда әлбетте іспелермен аял қызлардың орны да айрықша. Қарақалпақстанда балаларды гепатит А кеселігіне қарсы вакцинациялау үшін 8 миллиард сом қаржы ажыратылды. Өткен жылы 27 январ күні президенттің Қарақалпақстан үшін өз алдына және бір ахметлі болған 10 салы парманы қабыл етіліп, осы парман тикарында 2025 жылдың өзінде тек қана Қарақалпақстанда жасаушы балалар үшін тиесілі қаржылар ажыратылып, 47.220 доза вакцина сатып алынды һәм жас көрсеткіші бойынша кеселлену дәрежесі жоғары болған балалар арасында гепатит А кеселігіне қарсы бейпул шаншу жұмыслары әмелге асырылды. Өткерілген шаншу жұмыслары нәтижесінде халықтың вирус гепатит А кеселігі менен кеселлену көрсеткіші 2024 жылға салыстырғанда 1,6 есеге, мақсетлі топар балалар арасындағы кеселлену жағдайларының 3,7 есеге кемуіне ерсілді. Берілген жеңілдіктер қатарында осы жылы кеселдікке қарсы вакцинациялау жұмысларын алып бару үшін бюджеттен және 8 миллиард сом қаржы ажыратылды. Сонан осы жыл дауамында 45 мыңнан астам мақсетлі топардағы балаларды вируслы гепатиттің А түріне қарсы шаншу жүзесінен тиесілі лажлар әмелге асырылмақта. Жастарға 100 миллион сомға шекем жеңілдетілген кредитлер ажыратылады. Президент қарарына муафиқ Алақа банк тарапынан жастар бизнесі бағдарламасы шеңберінде 31 жасқа толмағанларға тикарғы қарыздан 1 жылға шекем, процент төлемлерін 3 айға шекем жеңілдетілген дәуір менен 7 жылға шекем кредитлер орайлық банк тикарғы ставкасынан 4% пункт жоғары ставкада ажыратылады. Қамсызландыру полисы таминаты ямаса 3-ші шақс кепілдігі тикарында 100 миллион сомға шекем жеңілдетілген микроқаржыларды төмендегі жойбарлар бойынша ажыратылады.
Жастардың шет тілі һәм салы технологияларды үйрету һәм заманауи кәсіп өнер иелері бойынша оқу қажеттілері қаржыландыру үшін 20 миллион сомға шекен. Заманауи кәсіптер, соның ішінде социалдық тармақ маркетингі, мобилография, фрилансерлік, интернет онлайн дүкалар шөкілместіру һәм өз-өзін бәнтету жұмыс түріне сәйкес ұжыбарлар үшін 50 миллион сомға шекен. Жұмысты үйге бөліп алып істеу, тоқымашылық өнімдерін таярлау, тігушілік, ямаса басқа да өнімдерді екілемші қайта істеу һәм сату. Олардан жаңа өнім таярлау үшін 50 миллион сомға шекен. Нанбайшылық һәм мазалы затлар таярлау һәм сату жойбарларына 100 миллион сомға шекем жеңілетілген кредитлер ажыратылады. Елік қалада жаңа мектеп пайдалануға тапсырылды. Елік қала районы Амир Абуат ауыл бұқаралар жиынында Өзбекстан Республикасы президентінің Ислам рауажландыру банкі һәм нефт экспорт қылушы мемлекеттер шөлкемі халықаралық рауажлану қорының қатнасуында. Ауылдық жерлерді тұрақлы рауажландыру жойбары әмелге асыру ләжары хақындағы қарарына тикар құрылған 70-ші салы Улума білім беру мектебінің жаңа ғимараты пайдалануға тапсырылды. Улума бақасы 11 миллиард 372 миллион сом болған заманауи мектеп 3 қабаттан ібарат. Сізге жеткенмекші болған хабарларымыз қазірше осылардан ібарат еді. Келесі хапте біз ұшында, сіз ұшында хош хабарларға толы болсын.